Адам жаны шексіз терең, кейде өзде толық түсініп болмас сырлы кеңістік. Осы ішкі әлемнің бейнеленуі әдебиетте түрлі символдар арқылы көрініс табады. Сондай символдардың бірі шыңырау. Шыңырау ішкі әлемнің метафорасы деген тақырып аясында біз еңсеп бейнесі арқылы адамның өз болмысын тануға ұмтылысын, рухани тереңдікке бойлауын және өмірдің мәнін іздеуін талдауға тырысамыз. Бұл шығарманың шеңберінен шығып, оны әлемдік әдебиеттегі экзистенциалистік ойлармен сабақтастыруға жол ашады. Әрбір оқырман өз ішіндегі шыңырауға үңілуге талпынып, бұл метафора арқылы өзің жаңаша қырынан тани алады деп сенеміз. Мен тағы да қаза бастадым. Бұл жолы бәрі үнсіз. Жерде үнсіз, аспанда, менде. Тек күректің сарт-сұрт дыбысы ғана. Әр шөміш топырақ менің ішімдегі бір ой. Неге тоқтамайсың? Қанша жылдан бері қазып келесің? Не табасың сол түпсіз тереңнен? Білмеймін. Бәлкім мен өзімді жоғалтып алдым. Жоғалтқанымды осы тереңнен іздеп жүрмін. Бәлкім осы шыңырау менің өзім шығармын. Жоқ, бұл сенің бос үмітің. Сен терең қазған сайын өзіңе жақындайсың ба? Әлде өзіңнен алыстап барасың ба? Менің ішім дәл осы шөл сияқты, құрғақ, үнсіз, шексіз. Мен де сол үнсіздікті жарып шыққым келеді. Сол үшін мен қазамын. Күн сайын, қабат ескі өкініштер, үнсіздіктер, естеліктер. Менің шыңырауым, менің жаным. Бірақ әр шыңыраудың түбінде не бар екенін білесің бе? Мүмкін жарық, мүмкін үнсіздіктің түбінде де өмірдің сыбыры бар шығар. Судың тамған үні, жанның тыныштыққа шомылған сәті. Кейде ең терең шыңырау өз жүрегімізде.